Саламатсыздар ма? 11 сынып алгебра пәні 3 тоқсанға арналған бізде ПЖБ тапсырмалары. Бірінші бізде тапсырмада функцияның графигін салыңдар деп беріліпті. А нұсқасы y тең болады. Ең бірінші біз 2-нің x дәрежесінің функциясын саламыз. Бірінші бұл. Келесі екінші, мен оған басқа салайын қазір. Екінші y тең болады. 2-нің x дәрежесі қосылған 1 деген функцияның графигін саламыз, иә. Бізде осы жасылмен салынатын график, ол бізден сұрап тұрған функцияның графигі болады қазір. Мына бізде x өсі, мынау y өсі. Мына жерде 0 бар, 1 бар, 2 бар, мына жерде 1 бар, 2 бар деп кете береді, иә. Келесі 3 бар деген сияқты. Енді біз 2-нің x дәрежесінің функциясының графигі мынау бізде. Ол мына түрде, мына 1-ден өтетін, өйткені x-ның орнына 0 қойсақ, y-дің 1-ге тең болып қалады ғой. 2-нің 0 дәрежесі 1 емес пе, иә? Осындай бізде график шығатын еді. Мынандай график шығады. Бұл 2 y тең болады 2-нің x дәрежесі функциясының графигі. Енді мына жерде y тең болады 2-нің x дәрежесі функциясының графигі салынып тұр ғой. Оған 1-ді қоссақ, y өсі бойынша 1 бірлік жоғары көтерілген бізде мынандай график шығады екен. 1 бірлік жоғары көтерілген мына жерде өтетін осындай график пайда болады, иә. Осы бізде мынау жасылмен сызылған ол y тең болады 2-нің x дәрежесі қосылған 1. Ал мына бізде 2-нің x дәрежесі. Келесі. Енді b нұсқасы бойынша y тең болады логарифм 2-ден 1 негізді x функциясының графигін салайын. Келесі бұл бізде бірінші. Келесі екінші y тең болады. Бізде берілген бұл емес, логарифм 2-ден 1 негізді x, 2-ден 1 негізді x минус 2 ғой. Осы функциялардың графигін қазір саламыз. Мына жерге белгілеп алайық бүйтіп. Мына бізде y өсі. Мына жерде 0 бар, 1 бар, 2 бар, 3 бар, 4 бар. 1 бар, 2 бар, 3 бар. Енді осы жерде қарасаңыздар, мынау бізде логарифм 2-ден 1 негізді x дегеніміз, ол мына бір нүктеден өтеді, өйткені x-ның орнына 1 берсем, y-ім 0-ді қабылдайды. 2-ден 1 негізді x. Логарифм 2-ден 1 негізді 1 дегеніміз, ол 1 0-ге тең ғой. Y-ім 0 болып қалды, x-ім 1-ге тең. Демек, мынандай бізде график шығу керек еді. Осындай график шығатын еді, иә. Енді бізде мынау тап осы функцияның графигі x минус 2 деген сөз x өсі бойынша былай оңға қарай жылжиды 2 бірлік. Демек, мынау 1 бірлік, 2 бірлік мына жерге жылжып, мыналар да жылжиды ғой сонда бізде. Мынандай бір график шығады екен. Осындай. Енді бұл шексіз ғой, былай кете береді. Енді біз ең бастысы идеясын түсінсек болды, иә. Қалай жылжиды, қалай қарата жылжиды, плюс болғанда қалай болады, минус болғанда қалай болатынын білсек болды, иә. Келесі, мына жерде мен 27 дейтінді 3-тің кубы деп алсам болады. Келесі көбейтілген логарифм 3 негізді 2 деп алсам болады, иә. Келесі қосылған, мына жерде логарифм 18 негізді 2 қосылған, мына 2-ні мынаған дәреже қылып беріп жіберсем болады, иә. Сонда логарифм 18 негізді 3-тің квадраты болады, иә. Ал енді ары қарата, мына жерде мынаны бүйтсек болады. Логарифм 3 негізді 2-нің мына 3 2-ге квадрат болып барады да, куб болып барады мына жерге. Келесі қосылған логарифм 18 негізді 2, келесі қосылған логарифм 18 негізді 3-тің квадраты. Ол бізде 9-ға тең. Ары қарай, мына жерде мына 3 пенен мына 3, мынау менен мынау жойылып кетеді. Бізде сонда 2-нің 3 дәрежесі қалады. Келесі қосылған логарифм 18 негізді 2 көбейт қосылған логарифм
18 негізді 9 қалды. 2-ның кубы 8, келесі қосылған. Бізде логарифм мына жерде 18 негізді, мұнда да 18 негізді ғой. 18 негізді ғой. Онда орталары қосып болса, мына екеуін көбейтіп жаза аламыз. Сонда 2 көбейтілген 9 деп. Мұнда 8 қосылған логарифм 18 негізді, 2-ге 9-ды көбейтсек 18. Бізде логарифм а негізді, логарифм а негізді а ол 1-ге тең ғой. Демек, мына екеуі бірдей болса, оның мәні 1-ге тең деген сөз. Сонда бізде 8 қосылған, мынау 1-ге тең. Жауабы 9-ға тең болады, е. Келесі бізде f от x функциясы берілген. Ол 3 көбейтілген e-ның x дәрежесі қосылған 2 ln x. Осыдан туындалайын. Сонда f штрих x. 3 e-ның x дәрежесі осыдан туындаламын. Келесі қосылған 2 көбейтілген ln x-тен туынды аламын. Сонда 3 көбейтілген e-ның x дәрежесінің туындысы 3 көбейтілген e-ның x дәрежесінің өзіне тең. Келесі қосылған. Келесі 2 көбейтілген, алдында коэффициенттер оған тимейміз, е. Келесі ln x-тің туындысы ол 1 бөлінген x-ге тең. Сонда 3 көбейтілген e-ның x дәрежесі қосылған. 2 бар 1-ге көбейтіледі, 2 бөлінген x болады. Келесі 4-ші есеп, сызықтармен шектелген фигураның ауданын табыңдар. Жауабын бірліктерге дейін дөңгелек теңдер деп беріліпті. Енді мына жерде бізде былай, мен алдымен графигін салып алайын. Ноль, 1, 2, 3, 4 деп кете береді. Мына жерде 1, 2, 3 деп кете береді. Енді біз мына функцияның графигін салатын болсақ, мына y тең болады 2-ның x дәрежесі функциясының графигі, ол жаңа ғана салдық, е. X-ге 1 деп берсек, y-ге 0 болады. Демек, негізді 2 дейтін сан ол 1-ден үлкен. Демек, мынандай бізде өспелі функция деген сөз, е. Былай кете береді. Келесі, енді мен мына y тең болады 0 дейтін түзу. Ол бізде y тең болады 0 дегеніміз, ол мына x өсін айтамыз. Мынаны біз y тең болады 0 деген түзу осы. Келесі, енді мына жерде мен мынаны салайын. X тең болады 0. Осы жерде қарасаңыздар, мына y тең болады 0 дейтін бар ғой, ол x өсі да. Ал x тең болады 0 деген ол y өсі, мынау ғой. Мінекей. Келесі, енді біз мынаны салайық енді. X тең болады 2 дейтін x деген мынау 2 мына жерде. Мынандай шықты, е. Сонда бізде сұрап тұрғаны, мына бір жердегі фигураның ауданы сұрап тұр ғой, мына. Мына фигураның ауданы сұрап тұр. Осы фигураның ауданын табуымыз керек. Ол үшін біз S тең болады интеграл, бізде төменгі шегі 0 кіші, сондықтан төменде болады, 2 үлкен, онда жоғарысында болады. Енді келесі біз 2-ның x дәрежесі dx дейміз. Сонда 2-ның x дәрежесі бөлінген ln a емес 2 болады, е. Өйткені a-ның x дәрежесінің алғашқы функциясы a-ның x дәрежесі бөлінген ln a еді ғой. Енді бізде осы жерде шектері 2 және 0. Сонда бізде 2-ні қоям, 2x орнына 2-ні қойсам, бөлшектің бөлімінде 2, е. Азайтылған деймін дегенде x-ні орнына 0-ді қоям. ln 2. Сонда бізде тең болады 2-ның квадраты 4 ln a, азайтылған 2-ның 0 дәрежесі
Жалпы кез келген санның нөл дәрежесі ол 1-ге тең. Мына жерде ln 2 болады ортақ бөлім. Сонда 4-тен 1-ді азайтам 3 болады. Демек жауабы 3 бөлінген ln 2-ге тең.